Мауыз, не ұйықсың? Қойшы Қайсар. Түнімен келін маза бермеген ба? Қойшы. Мазамдан ұшып. Досым, сен бұндайың жоқ еді ғой. Жаңа суретке түсіріп алу керек еді. Міне біздің ең үлгілі қызметкердің өзі орындықта ұйықтайды деп. Елдің бәріне көрсетер едім. Қайсар, қойшы болды, шын айтым. Шаршап тұрмын. Досым, менің шаруам емес әрине. Бірақ саған достық ақылын айтайыншы. Шоғла жақсы қыз. Оны екеуміз де жақсы білеміз. Анам да солай дейді. Анаң дұрыс айтады. Ол сендердің бақытты болғандарың қалайды. Шоғла сенің басыңда төрге сүйрейтін болады. Осыдан көресің. Білем ғой, Қайсар. Қалай айтсам болады? Мүлде сезім жоқ менде оған. Жүрегім бір жібермей қойды саған бар ғой. Енді көрсейші. Мүмкін тіл табысып кетерсіңдер. Айта алмаймын ондай. Жүректе сезім болмағаннан кейін мүлдем қиын екен. Үйленіп алып, енді не әңгіме? Шоғлаға обал емес па? Жақсы. Мен кеттім. Жақсы, Қайсар. Сәттілік. Жарайса ма? Иә, күшті. Жеңгей, сіз тойда өте әдемі болып жүрдіңіз. Рахмет, жан, бәрі солай деп айтып жатыр. Мен сіздерді суретке түсіріп алып, желіге салып жібердім. Инстаграм, Фейсбуктағы құттықтауларды көрсеңіз ғой, бәрі жеңгең әдемі деп жатыр. Рахмет, ерке қыз. Мен мамамды ас үйге бір өзің қалдырып кеттің ғой, мен қазір барып келемін. Қоя тұрыңыз, мен сізге бұл үйдің өте үлкен құпиясын ашайын. Анам ас үйде жүргенде, оған жоламай қойған дұрыс. Неге? Бірақ та сіз келінсіз ғой. Ал мені бұл үйдегілер жұмсай береді. Мама, мен қазір ғана сізге... Бір қыз тұрмысқа шықса, 40 қыз түс көреді деген. Шұғыла, мынаны тезірек тығып қоймасаң, біздің әсемнен маза қашады. Аха, жақсы. Мама, мен бұл көйлекке құда түсіп қойдым. Ертең өз тойымда киемін. Қой, сен алдымен оқуыңды бітір. Қарашымда жастарды дайын тұрады ғой әшейін. Ал, тамақ дайын, барып қолымызды жуып дастарханға отырайық. Қазір Ерман да кеп қалатын шығар. Жүр, көкөністерді жуып салат әзірлейік. Неге мен? Келініңіз бар емес пе? Шұғылаға тиіспе, ол демалсын. Сен емес пе күйеуге тигісі кеп асығып отырған? Жүр. Айттым ғой сізге, жеңгей. Бұл үй сізге курорт болады. Ал мен байқұсқа қандай ене жолығар екен? Сөйтіп сондай қызық болды. Ма, бүгін неге сіз сондай көңілдісіз? Енді соны сендер айтпайсыңдар ма? Әлде сіз де тұрмысқа шығайын деп жатырсыз ба? Осы қыз бар ғой, ойына келгенін айта салады. Жоғада, ұлым бар, келінім бар, сен сияқты тентек қызым бар. Одан артық бақыттың керегіне. Мам, бүгін сіздің туған күніңіз ғой. Бүгін нешесі? Мам, бүгін сіздің туған күніңіз екенін әбден ұмытып кетіппін ғой. Ертең сіз демаласыз. Ал бүкіл жұмыстың бәрін өзім істеймін. Ертең ғана ма? Жоқ, әрине. Мен тұрмысқа шығып кеткенше, осы айыбымның бәрін жуып шаямын. Та-да-да-да! Маматай, туған күніңізбен! Қалайсыздар? Рахмет. Қазір мен тез киімді ауыстырып қайтайын, иә?
Ерман, ұйықтап жатсың ба? Екеуміз үйленгелі бері бір дұрыстап сөйлесе алмай жүрміз. Сен маған ренжіп жүрсің ба? Шұғыла, қойшы болды, ұйықташы. Мен тек өзімді бір ыңғайсыз сезінем. Қандай қателік істеп қойғанымды да білмеймін. Не сен де айтпайсың. Біртүрлі тұйықталып кеттің ғой. Шұғыла, айтып тұрмай, ертең біраз жұмыстар бар, ұйықташы болды. Ерман, Шұғыла деймін. Айтпақшы, бүгін сен мамама гүл алып келгенде қатты қуанды, білесің бе? Білем. Ол гүл жақсы көреді. Ерман, мен сені бағалағым келеді. Сенің адал әйелің болғым келеді. Ал сен біздің өміріміздің ең алғашқы күндерінен бастап маған осылай суық қарайсың. Ерман. Жақсы. Қайырлы түн. Сырттай бәрі өте жақсы көрінгенімен, өз күйеуінің суықтығы жаңа тұрмыс құрған әйелге өте ауыр тиетін. Сыр суыртпақтап көргісі келгенімен, Ерманның жібімес мінезі олардың арасын алыстатып бара жатты. Жақсы. Бәрі түсінікті. Жақсы сау болыңдар. Қалайсың, Қайсар? Жақсы шүкір. Сен не, тағы ұйықтамағасың ба? Сенімен бір дұрыстап сөйлесу керек еді. Қайсар, қойш, маза болмай тұрсын етем. Саған бойдақтық ақылымды айтайын. Айт. Бәрі мынау үшін ба? Не болып болған? Қойшы сен. Кеше салтанатты көргем. Сөйлестік, әңгімелестік. Айтпақшы, жақында тұрмысқа шығыпты. Қызықсың Қайсар. Салтанатты мен білесің, қанша уақыттан бері іздеп жүргенімді. Мекен жайын ауыстырып тастаған. Телефон номері өшірулі. Маған неғып айтпадың енді? Айтқым келмеді. Қалай айтқым келмеді? Қайда тұрады екен, айтшы. Досым, Қайсар, бол, жылдам айтшы, қайда тұрады? Мекен жайын берші маған. барыңды бағалаш. Қайсар, бол, айтшы енді. Жарайды, өзің білесің ғой. Кешкісін жіберейін. Жеңге, бәрі дұрыс па? Не болып қалды? Әлде ағам екеулеріңіздің араларыңыз дұрыс болмай жүр ме? Маған айта берсеңіз болады. Ерке қыз. Ағаңа менің керегім жоқ сияқты. Қойыңызшы, жеңге, олай айтпаңызшы. Біздің үйленгенімізге көп болған жоқ. Бірақ осы уақыттың ішінде бір қызықты бір сәттеріміз де болмапты. Қазір арамызда байланыстыратын ештеңе қалмаған сияқты. Оның үстіне ағаңның сүйетін басқа бір қыз бар. Қалай сонда? Әзірге білмеймін. Бірақ оған керек қыз мен емес. Маған бір күштеп үйленген сияқты жүреді. Мен әйел адамның ғой, жан бәрін сезем. Енем керемет кісі. Сендей ақылшым, еркем бар. Бірақ егер күйеуім сүймейтін болса, мына күйбең тіршіліктің ешқандай да мәні жоқ екен. Жеңге... Білесің бе, біз Ерман екеуміз көп жүргенде жоқпыз. Бір-екі ай сөйлестікте мен оған тұрмысқа шығып кеттім. Оны жақсы тани алдым деп те айта алмаймын. Шынымды айтшы, ерке қыз, оның маған дейін сүйіктісі болды ма?
иә, оның есімі Салтанат. Ағам оны қатты сүйді. Бірақ ол анама да, маған да ұнамайтын. Мінезі жаман болатын. Ағама да лайық емес еді. Түсінікті. Шәй, ертең түске таман барып қайтсам болады. Ерман, Иә? Салтанат сағынып жүрсің ба? Оны қайдан шығардың тағы да? Сенің маған дейін сүйіктің болыпты ғой. Онда не үшін маған үйлендің? Мен саған айттым ғой Шұғыла, анамның көңілін қимадым. Болды. Сен қандай адамсың өзі? Анаңның сөзін тыңдағаның дұрыс әрине, бірақ сен өміріңдегі ең маңызды шешімді қабылдай алмайсың ба сонда? Тақиялы періштемін десеңші. Сен енді күлкіге айналдырайын дедің ғой, Күлетін жерме бұл саған? Ерман, мен күлгенмен ішім жылап жатыр, түсінесің бе? Менің кінәм жоқ. Қалай сенің кінәң жоқ? Сен мені әйелі қылып алған жоқсың ба? Мен не саған затпын ба, керек емес болса қайтарып бере салатын? Мен енді осы үйге түскен келінмін. Менің қазір өмірім, тағдырым тікелей осы әулетке байланысты, білесің бе? Енді соған да ақылым жетпейді демеш. Ақыл жетпейді ме, соған жетіп отыр. Мен онсыз да өзімнің кінәмді түсініп жүрмін. Енді маған не істе дейсің? Білмеймін не істейтінімді. Өзің біл. Бастысы айтар ойымды айттым, болды. Кетіп қалайын ба? Кетсін, кете бер. Ерман, сен менің өмірімнің тас-талқанын шығардың ғой. Сәлем. Сәлем. Күн қалай? Жақсы. Мені қалай таптың? Қайсар мекен жайын тауып алыпты, содан алдым. Не үшін шақырдың? Салтанат, кешір, мен қателігімді түсіндім. Бәрі енді есіңе түсті ма? Бұл өмірде бар екенім енді есіңе түсті ма? Қиналғанымды, жылағанымды білесің ба сен? Білем, түсінем. Кешір, Салтанат. Екеуміздің өміріміз екі бөлек. Көп сөздің керегі жоқ. Салтанат, кешір. Мен қателігімді түсіндім, айтып отырмын ғой, Шұғыла, мен ажырасам, мен сенімен бірге болғым келеді. Есің дұрыс па сенің? Салтанат. Бала болма, Ерман. Бұл теледидардағы сериал емес, бұл өмір. Салтанат. Шұғыла де. Есім әдемі екен. Бақытты бол. Енді мен мазалама, ұқтың ба? Салтанат, тоқтай тұршы. Дұрыстап сөйлесейікші, асықпай. Енді мен бұл саябаққа да келмеймін. Сенің басқан жерлеріңді көргім келмейді. Салтанат, тоқтай тұршы. Салтанат. Салтанат, тоқтай тұршы деймін. Салтанат. Иә, өзінің емес, анасының қалауымен үйленген жігіттің өз сезімін қайтарып алуға деген соңғы талпынысы еді бұл. Бірақ сұлу да кербез Салтанаттың ішінде не жатқанын өзінен басқа ешкім білмейді. Ал аңғал Ерманның бар ойы тезірек Салтанаттың көңілін табу болады. Ерман? Әкел көмектесейін. Ұстама. Сен болмағанда бар ғой. Сен болмағанда
менің әйелім салтанат болатын. ерман жүрші, жатайық, тыныш, айғайлам. Шепов, ұстама дедім ғой саған, ұстама. Сен менің өмірімде болмағанда бар ғой. Бақытты бол, әрі. Ерман, шұғылаға олай деуге қалай дәтің барады сенің? Ойбай, ештеме де дегем жоқ. Мен тек шындықты айттым болды. Сен не, ішіп алғансың ба? Ерман! Ерман! Шындық деген қиын, ә? Қандай танысыңның қызын алсақ та, мама? Шын бақытты сатып ала алмайсың. Сонда сен не, мені кінәлап отырсың ба? Өзің ғой енді айтқан, танысымның қызын алайық, танысымның қызын алайық. Ал. Не болды ал? Аға, болды қойсаңызшы енді. Салтанат дейсің бе? Салтанат саған адал болған жоқ. Сенбеймін саған, Әсем. Қош. Егер Салтанат жақсы қыз болса, біз мамам екеуміз келісімімізді беруші едік. Жеңгей, жыламаңызшы енді. Ерке қыз, біздің арамыз осыншалықты жаман екен. Сендер көрмесеңдер деп едім. Бар, Ойбай. бар орныңа барып жат. Бар. Мама. Жылама енді қызым. Мен онымен ертең өзім сөйлесем. Қоя ғой. Бұл бар ақиқаттың ашылған уақыт еді. Мәрзия өз талабын орындап, өзі сүймейтін қызға үйленген ұлын аяған жоқ. Ол бар жан тәнімен жаңа отбасына жақсылық ала келген Шұғыланың сағының сынбауын тіледі. Ал Ерман бұл кезде сөз түсінетіндей жағдайда емес еді. Иә, солай де. Ерманның мұндай мінезі бар екен деп ойламаппын. Өзі қайда? Әлі ұйықтап жатыр ма? Я үйде жатыр басы ауыр. Кеше түнде қырып кете жаздады бәрімізді. Шұғыла жеңгемді қатты аяп кеттім. Анау Салтанатты білесің ғой қандай қыз екен. Түсіндірші соны ағама. Мен қанша рет оған түсіндірдім. Көрдім, сөйлестім. Байланып қалған секілді сол қызға. Тіпті сөзімді құлағына ілмейді. Басым қатып кетті. Білесің ғой Шұғыла жеңгемді қандай адам екенін. Иә. Құдайдан тіледім сондай жеңгені. Құдай берді. Есесіне ағамды ақмақ қылып қойған қарамайсың ба? Иә. Қиын жағдай екен. Бәрінен де анаңа қиын болатын болды. Иә, анам ұйқы көрмей жүр. Әбден уайымдап бітті. Болды, уайымдай берме. Бәрі жақсы болады. Мен тағы сөйлесіп көрейін. Ерман, су ішесің бе? Кетші. Қазір ыстық тамақ жасап жіберем. Ауырып тұрған шығарсың, иә? Мәсілге жуынып ал. Кетші, керек емес деймін. Жуынып есіңді жиып ал. Кетші әйел! Құрымдашы бәрің. Тағдыр Шұғыланы шамасы келгенше сынап жатты. Бірақ ұяда көрген тәрбиесі қазақтың дәстүрімен астасқан келін түптің түбінде бір жақсылықтың боларына сенетін. Мейлі, ол адам айтса нанғысыз қиындықтармен келсе де. Кел, шай құйып берейін. Болды, керек емес. Ешкім келсе ішем өзім. Ерман,
біздің үйленгенімізге біраз уақыт болды. Саған осы уақыттың ішінен бір жамандығымды көрсеттім ба? Содан? Айта бер тағы да. Мен де біреудің аялап тұрмысқа берген қызымын. Қазір сенің әйеліңмін. Осы әулеттің бақыт үшін өмір сүрем. Шұғыла, мен саған айттым ғой, махаббатсыз некеден ештеме де шықпайды. Махаббатсыз? Басында сен сүйем деп алдың емес пе? Мен саған 1000 рет айттым. Анамның көңілін қалдырғым келмеді. Болды, сол ғана. Ерман, бұл не сөз? Анаңның қатысы не? Сенің өмірің, сенің шешімің емес пе? Қош болды. Күнде осы адам құсап сөйлесе Қош алмаймыз. сен болды, иә. Менің жаным ауырады, Ерман, түсінесің бе? Неге сенің жаныңда жүрсем, тыңдашы. Сенің жаныңда жүрсем, өзімді ешкімге керек емес сияқты сезінем. Шұғыла, мен саған айтып тұрмын ғой, сен маған керек емессің. Мен сенің осы үйде болғаныңды қаламаймын. Мен сені сүймеймін, болды. Мам, мен тұрмысқа берерде сендер не ойладыңдар? Я, бұл оқиға осылай аяқталу керек еді. Екеуі ажырасып, отбасы ойран болу тиіс болады. Бірақ әйел тым ақылды болса, немесе әйел болашақты болжай білсе, тағдырдың тауқыметін де аттап өтуге болады емес пе? Қызым, денсаулығың жақсы ма өзіңнің? Иә, мама, жақсы. Даусың біртүрлі ғой. Бірдеңе мазалап жүрсе айтшы маған, қызым. Жоқ, мам, бәрі жақсы. Ненем әлемдегі ең мейірімді адам. Үйде ерке қыз бар, қайын сіңілім, ол да мен құрметтейді. Ерман қалай? Мінезі ауырлау емес пе? Жоқ, жақсы. Анда-санда шамданып қояды, бірақ көтеруге болады. Ең бастысы ол мені сыйлайды, мам. Жарығым-ай. Мам, мен Ерманды жақсы көрем. Еш уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Мам, мен қазір тамақ әзірлеуім керек. Кейін сөйлесеміз, иә? Күндер өткен сайын, осы бір көнбіс әйел Ерманның көз алдында сұлуланып бара жатты. Ол Шұғыланы салтанатпен салыстыруды да қойды. Дүние тез өзгеріп жатты. Мама. Ерман, сенің ана өткендегі қылығың не, а? Түсіндім, мама. Кешіріңізші. Шын айтам, мама. Уәде берем, өйтіп қайта алмайды. Осы саған ақыл қашан кіреді екен, а? Түсіндім дедім ғой, мама, шын айтам. Уәде берем. Бұл соңғы рет, енді қайталамайды. Мен ғой жарайды, кешірем, мен түсінем. Ал ана Шұғыланды да түсіндім. Оны да бәрін ретке келтірем. Еш уайымдамаңыз, осы соңғы рет болды. Шын айтам. Қайталанбаймын. Қайталамайды уәде берем. Шын айтам. Келе ғой. Иә, солай деңдер. Ерманды іздеп таппапсыңдар. Сонда ол қайда кетті? Білмеймін. Кетерінде бізде ештеңе деп айтқан жоқ. Әсем, өзіңнің жағдайың қалай? Жақсы, сұрағаныңа рахмет. Қайсар, Ау. сен біздің үйге бірінші рет келіп отырсың ба? Иә. Бірінші рет келіп отырмын. Ерке қыз, сен Қайсарға шай қойып бере бер. Мен қазір келем. Жеңге, өзіңіз құя беріңізші. Қайсарда ұят болып жүрмесін. Жақсылап қойын. Қазір келем. Әкеліңіз, шай қойып берейін. Қандай қойып қояйын? Қалауың білсін. Кеңіз. Сен мені қайта-қайта саябаққа шақыра бердің ғой. Білесің ба, өткен жолы айтқаныңды?
Мен енді сен басқан іздермен жүргім келмейді, жүрмеймін дедің. Келдің ғой енді міне. Қалай, Өткен жол сен дұрыс айтыпсың негізі. Анам да дұрыс айтыпты. Шұғыла нағыз әйел бола білді. Ризамын оған. Солай да. Ерман, мен сенен ақылды, көрікті, ақшасы көп, батылырақ жігітке тұрмысқа шықтым. Өткенде айта салуым керек. Естідім оны. Естісең сол, кеше ойландым, саған деген сезімім қалмапты. Сосын, екеуміз үйленген күннің өзінде сенің анау еркет отай қарындасыңмен мамаммен бірге бір шаңырақта тұра алмас едім. Қалай, Кейде аналарымыздың айтқаны бар ғой, тура келіп жатады. Кейде олардың айтқан сөзіне біз құлақ салуымыз керек. Жарайды онда. Аман бол, сау бол. Бай, ақшасы көп жігіттерді табуыңа. Мен тек тілекшімін. Жақсымын да. Жеңгей, мынау менің өмірімдегі ең керемет жаңалық. Мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, жан. Мам, енді Ерманға қалай айтам? Ерманға мен өзім айтам. Құдай бұйыртса, біздің отбасы мүшелері тағы бір адамға көбейгелі тұр. Бұйырса. Ерманға сені лайық деп тапқан кезде қателеспеген екем. Бақытты болайын алайын. Сен біздің шаңыраққа құт болып келдің. Рахмет, мам. Я, мама, сіздің сөзіңіздің жаны бар. Бұл үйдің жалғыз еркесі мен едім. Енді тағы бір еркет отай дүниеге келейін деп тұр екен ғой. Ал саған еркелік тастау керек. Жарайды, мама. Бірақ та жеңгем анда-санда ыдыс жуып тұрушы еді. Енді ол да қалады деш. Шұғылаға ас үйге көп жолауға болмайды. Оған көбірек демалу керек. Ұқтың ба? Әлде мен де тезірек тұрмысқа шығып кетсем бе екен? Шұғылаша, кешір мені. Сенің маған қымбат және адал жар екеніңді мен енді ұқтым. Бұл сөз әлемдердің әміршісіндей естіліп еді. Ұзақ уақыт жаным деген жылы сөзді күткен әйелдің жан дүниесі еріп бара жатты.